Сәлем, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен карамельный пирог жасайтын боламыз. Егер сіздерге видеом пайдалы болса, лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ең алдымен ұнымызға қатты сары майды қосып, қолымызбен крошка жасаймыз. Одан кейін үстіне сахарный пудраны саламыз, разрыхитель, қаймақ және де жұмыртқаның сарысын қосып, қолымызбен қамыр илейміз. Қамырымызды шоколад түсті етіп жасау үшін оған какао қосамыз. Какаоның ең сапалы түрін қолданыңыз. Сол кезде пирогтың түсі өте әдемі болып шығады. Барлығы толық араласпайынша араластыруды тоқтатпаймыз. Дайын болған қамырды тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін тоңазытқыштан алып, қамырымызды екіге бөлеміз. Кішкене бөлігін бетіне жабу үшін және қалған бөлігін тестамыздың астына жаямыз. Оқтаудың көмегімен немесе қолыңызбен жайып шықсаңыздар болады. Пирог диаметрі 24 см формаға арналып жасалынған. Үстіне осылай кольцомызды кигізіп, шет-шетіне 4-5 см қылып бортик жасаймыз. Қолдың көмегімен жан-жағын осылай созып шықсаңыздар болады, немесе қасықтың көмегінде пайдалануға болады. Дайын формамызға сгущенканы құйып шығамыз. Сгущенка міндетті түрде қою, сапалы болуы қажет. Барлығын бір тегіс қып жайып шығамыз. Енді пирогтың бетіне қоятын қамырды жайып аламыз. Кішкене ұн сеуіп, оқтаудың немесе қолдың көмегімен бір тегіс қылып жайып аламыз. Қамырды осы видеодағыдай 4 бөлікке орап алып, пирогтың бетіне қойып шығамыз. Біздің қамырымыз өте иілгіш, жұмсақ, сол үшін мұқият қарап жасаңыздар. Шет-шетін біріктіріп, тегістеп аламыз. Духовкада 180 градуста 35 минут пісіреміз. Дайын болған пирогты толықтай суытамыз. Одан кейін формадан босатамыз. Әсемдеу өз еріктеріңізде. Мен шоколадты водяной баняда ерітіп алып, осылай бетіне жағып шықтым. Одан кейін жан-жағын үгітілген дәнектермен әсемдедім. Пирогты суытқанда холодильникте кемінде 5-6 сағаттан кем ұстамаңыздар. Өйткені арасындағы сгущенка қатпаса, пирогты кескен кезде ортасындағы сгущенкамыз ағып түседі.
Бұл пирогты сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, үйіңіздегі барлық жанға ұнайды. Видеомды бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта қандай рецепт күтесіздер, соны комментарияға жазып өтсеңіздер, сіздермен бірге міндетті түрде жасап көреміз.